Сәлем достар, бүгін ауылдан сәлем арнасына бірінші видеомызды саламыз. Ол үшін мен саған екі тамақтың атын жасырамын, біреуін таңдайсың. Соны жасап беремін. Әрине сен палауды таңдадың. Бүгін палау жасаймыз. Алып кеттік палау жасауға. Әрине палауымызды бастап кеттік. Күрішімізді дайындап суға сап қойдым. Бізде байдалы күріші. Яғни өзбекше пловқа приправа қосатын едік. Бұл жолы ол жоқ екен магазинде. Осы пловқа салатын приправаны әкепті. Бұның дәмін алғашқы рет көреміз қазір салып, қандай болатынын. Осыны қосамыз. Ал тамаққа келсек, уже бастап қойдық. Газымызды тамақ бастап қуырып суын құйып қойдық. Мына пісіп жатыр, жайлап қайнап жатыр. Еті піссін деп газды жай қойдым. Сәл бір жарты сағатта еті піскен соң күрішті салып демдеп қоямыз. Балдардың палауы дайын болады бүгінгі. Ал достар, бізде осы кухня. Ауылда осылай. Мұны терезеге қарасаңыздар, ауыл нағыз. Ең шетте, ешқандай үй жоқ. Дала достар, тамағымыз дайын. Күрішіміз. Приправаның дәмі керемет енді. Әдемі шығынды. Ауылдың табананы қою қара шаймен. Қазір пияз тураймыз, салат тураймыз, соны жеп аламыз. Ал бізге ас болсын. Сіздерге лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Біздің ауылдағы өмір осы. Сіздер лайкты көп басқан сайын, біздер көп контенттер түсіріп, небір вайындар түсіріп, жіберіп отыратын боламыз. Ауылдың бұдан да қызықты нәрселерін салып отыратын боламын.